55-45 Бекзатқа беруі мүмкін. Катонаның күресі мысалы Омардікімен салыстыруға келмейді. Өмірімде бірінші рет Билалға бүкіл жан-тәніммен жанкүйер болатын кез келді. Мадалена отса онда кішкене жағдай қиындайын деп тұр. Менің ойымша Шафкат 1-2 защиттан кейін мансабын аяқтауы мүмкін. Шафкаттың қарны аш емес бұрынғыдай. Батырды бәрекелді құртады деген сөз бар. Сол өзіміз бол Шафкат, Батыр, красавчик деп түбі енді жалғыз Шафкат емес, біраз жігітті, біраз талантты жігіттерді құртты ғой қазақтар өздері. Ал бұл видео басталмас бұрын бәлкім сіздер өткен жолы өткізіп алған маңызды ақпаратпен бөлісейін. Себебі бұл видеоның демеушісі Tennis2xBet букмекерлік компаниясы, әлем бойынша ең үздік және де ең сенімді букмекерлік кеңсе. Өте керемет. Назарларыңыз үшін көп рахмет. Ал енді видеомызға көшейік. Исатай, ассалаумағалейкум, братан, қалайсың? Жақсысың ба? Қалың қалай? Бүгін сен армансыз жалғызсың. Өткенде, кстати, 5 жыл болған подкастқа құтты болсын, юбилей. Кіші юбилей. Рахмет. Біз әзірше Қазақстанда ең ұзақ жасап жүрген ММА подкастпыз. Мен қанша? 2,5 жыл. 5 жылдық тарихым бар деп ешкім айта алмайды. Жоқ, бірақ бұның алдындағы выпусктарда бар ғой, боецтермен осы Zoom бойынша сөйлесіп отырғанда. Олар прям сильно стрелялі. Пандемия кезі ғой. Zoom'ның ең актуальный кезеңі ғой. Пайда болып, атып кеткен кезі в натуре. Что там, қалайсың, не хабар? Сол, турнирден турнир, төбелестен төбелес. Осы апта турнир жоқ? Бар. Осы 2 майға дейін ары қарай емес. Осы демалыс боспыз, ал алдағы демалыс күндер уже бірінен соң бірі кетеді ма? Намат, қозғалыс басталады. Не болады? Намат болады, сосын 9-ы. Намат бар, Октагон бар Ташкентте. Ай соңына қарай Алаш Прайд бар. Жететін шаруа. Неше анау, Казспорттағы дзюдо ше? Сол бүгін ұсыныс түскен, сол дзюдо жайлы, бірақ мен ол күндері Ташкенттемін да. Өткіз жер алмай, әйтпесе негізі өтте сол турнирге қатысқым келген, барым келген. Бұған дейін қатарынан 2 жыл өткізген жоқпын ғой, толықтай жасап шыққам. Бұған дейінгі 2 турнир Grand Slam. Өте қызық өтеді. Дзюдоның атмосферасы өте бір сөзбен жеткізу бөлек. Анау ұйымдастыру деген сұмдық, стандарт деген сұмдық, басқа бір күрес түрлерінде көріп жататын колхозды көрмейсің ана жерде. Барлығы прям андай Жапон еуропалық педантизм да ана жерде. Барлығы бүкіл ұсақ түйегіне дейін жасалып қойған. Ана жерде өзі жұмыс істеудің өзі бір кайф қой кәдімгідей. Ондай жерлер өте аз. Мен енді біраз федерацияның аясында неше түрлі турнирлерде істедім ғой. Неше тіпті әлем чемпионаттарын жүргізгем, неше түрлі спорттың, грэпплингтен болсын, каратэден болсын. Іштей ұйымдастыру қалай жасалынатынын көрген, бірақ дзюдоға даже ММА жетілмейтін шығар біздегі жүрген қазір. Біз білдей біріншіміз деп өтеді ғой, бірақ мен қазір медиаға жұмыс жасау бір мүмкіншілік беретін жағынан қарап отырмын да. Медиа саласындағы мысалы біз ана жерде турнир жүргізу не керек, бәрі қол астында, бәрі дайын. Өте жақсы ұйымдастырылған. Сондықтан Grand Slam жақсы өтеді деп үміттенемін. Бірақ бұл жолы Grand Slam менсіз өтеді. Айтпақшы, бұл турнир елдоссыз өтеді ғой, басында елдостың қайта оралуы деп барлық жаққа айтып келе жатырды да. По итогу қазір сол Олимпиадада жүлделі болған Ғұсман Қырғызбаев болады, бірақ Абиба болмайды. 2 басты жұлдыздар болмайды былай қарағанда. Абиба енді әлем чемпионатына дайындалатын шығар, тып-тыныш. Мен Ғалия Тынбаеваның тізімде болмағанына таңғалып қалдым. Бір-ақ адам тұр. Негізі Grand Slam қабылдайтын команда 4 бірдей спортшы қатыстыра алады бір салмақта. Бірақ бізде 48-де бір-ақ адам тұр. Соны таңғалып қалдым. Сосын негізі Абиба Қазақстан Grand Slam'де тұрды тізімде. Қателеспесем Тынбаева тұрды қатысады деп. Бірақ анау жаңа келген бапкер бар ғой, Мшвибидадзе ме өзі, фамилиясын айтамын деп.
соның бір әзірше бізге түсініксіз эксперименттері. Енді жасаса жаса берсін, көрейік бұдан не шығатынын. Әзірше қатты сынайтын ештеңе жоқ. Бірақ енді Елдос мен тіпті осы жылы да қайтып оралады дегенге сенбеймін, шынымды айтсам. Қазір ол неде ғой, Ол Лондонда, Англияда. иә, қазір тіл оқиды, кішкене дзюдоға тойды ғой. Осы кеткеннен дзюдоға келмесе де оған өкпе жоқ қой по факту. Әдемі кетті осы жол. Иә, қайтып оралып бұл керек емес. негізі қазақ тарихындағы менің ойымша ең үздік атлет. Әзірше Елдостан асатын жақын арада бір спортшы көрмеймін мен, шынымды айтайын. Иә, 3 дүркін Олимпиадада орын алып келді. Әлем чемпионаттарында біраз рет топ жарды. Иә, сосын көрдің бе, мына жерде мынандай бір факторды түсіну керек. Бұл дзюдоның андай спорт ретінде бәсекелестік өте жоғары спорт. Ішкі бәсекелестік деген сұмдық. Иә, айтпақшы. Соңына дейін Елдоспен жағдай болды ғой, ішкі прикидка жасап. Иә. Әлем бойынша жалпы андай бәсекелестікке қабілетті мемлекеттер саны өте көп. Мысалы, олимпиадалық спорт түрлерін, жекпе-жек түрлерін алатын болсақ, бокс, күреспен салыстыратын болсаң, бокста сол 5-6 мемлекет медальдарды өзара бөліп алатын. Сол 3-ші орынға біреулер лексе өздеріне қалады тоже. Грек-рим, еркін күресті алсаң, тоже иә, там кішкене өзгерістер бар. Грек-римде мынадай мемлекеттер, еркін күресте мынадай мемлекеттер деген сияқты, Иран деген сияқты мемлекеттер екі жақта да жүре береді. Мысалы, джудо сияқты спорт түрінде бәсекелестікке қабілетті мемлекеттердің саны өте көп. Бір 20, 30, 40-қа дейін кетіп қалады. Кәдімгідей, сосын ондай жерде негізі тұғырда жүру өте қиын ол спортта. Өйткені бәсекелестік үлкен. Сосын енді өзің елестетіп көр, Елдос алғаш рет көзге 2014 жылы түсті. Иә, Қазақстанда әлем чемпионы болады. 10 жыл бойы осындай high level'да жүрген адам. Андай бәсекелестікке төтеп беріп жүрген адам, шыдап жүрген адам, сондай левелді жүре алған адам. Сен елестете аласың ба? 10 жыл бойы олимпийский спортта, иә, мысалы, жылына 12-15 турнир беріп тастап, оның бәріне салмақ қуып, бір күнде 5-6 схватка беріп тастап жүре алатын, ол сұмдық дүние негізі. Өте сұмдық дүние, және 10 жыл бойы осындай деңгейде жүру деген бұл масқара көрсеткіш. Сосын енді бұл соңғы көрінбе аккорд болды да тоже олимпиада. Енді білмеймін, көреміз, Елдос әрі қарай күресем деп өзінің мотивациясы бар. Кім біледі, может 4-ші олимпиадаға тіпті медаль емес, ол 4-ші олимпиадаға барудың өзі ерлік болады. Мына жерде егер өткендегідей ішкі неден бәсекелестіктен қырылып өтсе. Сол факторларды ескере отырып, мен үшін Елдос бұл әзірше қазақ тарихындағы ең үздік атлет. Жарайды, енді бүкілін айтып болдық. Енді басты тақырыпқа көшсек, бұл осы аптада болатын UFC 315 турнирі. Осы UFC 315-тің айналасында неше түрлі әңгімелер жүріп жатыр, неше түрлі видеолар шығып жатыр. Тіпті жекпе-жекті қақпайтын, мүлде білмейтін адамдар, футбол комментаторлары осы бойынша әңгіме айтып бастап жатыр қазіргі сәтте. Сондықтан осы жерден бастап жаймен деп қозғалсақ, осы UFC 315 турнирін біздің Бекзат Алмахан ашады, Брэд Катонаға қарсы, және де менің ойымша былай айтқанда 55-ке 45 Бекзатқа беруі мүмкін. Менің ойымша сондай. Неге? Себебі қарсыласы былай айтқанда толығымен күреске жатып алған, және де андай күрес болады ғой, прагматичный ше. Не өзің дұрыс жұмыс жасамайсың, не қарсыласыңа да дұрыс жұмыс жасауға мүмкіндік бермейсің. Сондықтан менің ойымша өзінің тәжірибесінің арқасында жекпе-жекті засушить етіп тастап, төрешілер шешіміне апаруы мүмкін. Мына қателеспесем, Брэд Катонада бар болғаны 3 па 2 ма жеңіс бар досрочно уақытынан бұрын. Қалғаның барлығы төрешілер шешімі, және ең қызығы төрешілер шешімі барлығы на тоненького, близко, жақын жекпе-жектерді айқын басымдық деген өте аз. Жалпы бұл бойынша өзің ойың қалай барады? Шынымен де Катона негізі андай адам ғой, кімге қарсы қойсаң да ыңғайсыз болатын бәле сондай. Сондай бір қасиеті бар өзінің. Бұл жігіттің мысалы күресін, боксын, грэплингін алып қарасаң, барлығы да сол орташа грэплер, орташа күресетін адам, орташа қолмен тұратын адам деген сияқты. Бірақ бұл жігіт кішкене басы жасайды. IQ орташадан жоғары, синтез жасай алады да, үйтіп, ичлеп, әйтеуір бір сөйтіп алып шығатын адам да. Сондай қасиеті бар. Сосын көрдің бе, оның 4 жеңілісі бар, және бір ретте мерзімнен бұрын ұтылмаған. Бұл не әдіс бермейді, сосын тағы бір мынандай бір қасиет, бұл жігіттің соқ ұстау қабілеті жақсы. Оның андай нелері бар, кәдімгідей жеген
соққыларды кәдімгідей құлап жеген барып жекпе-жектер болды. жерде бүйтіп жатып қашып кеткен түрлері біраз болды. Иә. Көрдің бе? Кәдімгідей соққыларға тойып алып, бірақ түбі өз аяғымен октагоннан шығып кеткен. Iron Chin дейді ғой, железный подбородок. Иә. Сондықтан шынымен де бұндай жігіттен не күту керек екенін білмейсің де. Бірақ қалай дегенмен жас кеп қалды. Сосын бұл жігіт негізінен әсіресе соңғы жекпе-жегінде Джан Мацумото ұтылды. Ол кезде 15-те 0 болып келе жатқан бразилиялық қой. Кейін Роб Фонт ұтылып, қателеспесем, келешек. Ол қатты маңызды емес. Осындай бір жас проспекттерге келгенде сүрініп қалатындай бір ерекшелігі бар бұл жігіттің. Сондықтан Бекзатқа қатысты айтатын болсақ, Бекзат ең алдымен бокс. Бұл қолмен ауыр соққылар, өте жылдам соққылар. Сосын Бекзаттың мынандай қасиеті, бұл соққыны жоқ жерден шығарып жүреді. Неожиданно, жарқ етіп бітпеген жерден ұрып табады. Умармен де сондай болды ғой, айтпақшы. Ана жерде дистанция жақындап келді да, и кетті оверхед. Сол секілді сондай жағдайлар көп болуы мүмкін мына жекпе-жекте, менің ойымша. Сосын қолға келгенде кішкене ашықтау, енді шыны керек. Катона соны қараған кезде ойлаймын да, шынымен де бір қағып түсіре алады ма. Жалпы Бекзаттың төбелес мәнерін қарасаң, бұл андай ұпай жинайтын көзқарасы жоқ. Ондай стиль жоқ деген оймен шығады. Ондай бағытта тіпті ойламайтын да сияқты. Мен қазір торға тіреймін, мына жерде сөйтем, бүйтем деген сияқты. Ол андай ультимативный да, шыққасын құлату керек, қырылу керек деген сияқты. Енді бұл жерде көп нәрсе сол травмасына байланысты, соңғы жекпе-жекте ұтылып қалды деген сияқты. Егер бапкерлерде, мысалы менеджерлерде айтып отырғандай, мотивациясы барлығы, сосын дайындығы барлығы түзу өтсе, ешқандай жарақатсыз болып шықса, онда Катонада үлкен проблемалар болады деп ойлаймын. Өйткені Катона күреседі, бірақ Катонаның күресі мысалы Омардікімен салыстыруға келмейді. Омардың астынан тұрып жатқан Бекзат, менің ойымша, Катонадан да құтыла алады. Оған қоса кішкене бойы да ұзындау, алыстан соққы жасау оңай болады. Тіпті бұл жекпе-жекке 1-2 нокдаун тіркеліп, менің ойымша, Бекзат негізі мерзімнен бұрын жеңіске дейін жете алады. Жалпы төрешілердің шешімімен жеңіске жетіп жатса да, бұл жекпе-жекке таңғалмаймын, өйткені Катонаны жоғарыда айтып кеттік. Өте қиын ұту, сөйтіп езіп, мыжып жүре беретін адам. Сондай қасиеті бар. Бұл жағынан енді кішкене матчмейкинг Бекзатты аямаған. Өйткені айттық қой, өткенде Саяттың да айтқан сөзі бар. Сұрап жүріп. Сен бізді құтқарып бердің, жақсы жекпе-жек жасап бердің, келесі жолы саған оңайырақ қарсылас бердің. Бірақ ақыр соңында оңай емес, қарсыласы мықты берілген. Енді білмеймін, матчмейкерлер бәлкім Катонаны оңай қарсылас деп тұрған шығар, бірақ стилистически Катона проблема шынымен. Менің ойымша, мүмкін Катонаны керісінше трамплин сияқты қолданғысы келетін шығар. Себебі тафта жеңіске жеткен, былай дегенмен аты бар, егер мынаны жеңіп, ары қарай условно говоря, топ 15-тен бір қарсыласты беріп жіберуі әбден ықтимал деп ойлаймын. Жалпы жаңағы дайындық демекші, мен Нұрайдин ағаймен хабарласқам, жалпы осы Бекзат бойынша, айтуынша дайындық әдемі өткен, барлығы жақсы, қасында бапкері бар, мүмкін Парумпада болуы мүмкін деген сыбыстар келген маған ATT залынан. Сондықтан соны күтіп отырмыз. Жалпы менің ойымша Бекзат жеңіске жетуі керек, бірақ ана жерде барлығы күтпеген факторлар орын алуы да әбден мүмкін. Ондай факторлар көп. Парумпа мен естуімше болады, бірақ жекпе-жекке бір 3-4 күн қалған кезде келу керек. Fight week болып жатқан кезде. Қасында бір командамен келеді деп естігем, мен өзінің ATT емес, басқа командамен келеді деп естігем. Сондай ақпарат естідім. Бұл өте маңызды фактор, әсіресе Парумпа бұл жерде өте бір қажет адамдардың бірі. Ең көп мақтайтын осы, менің ардымда ең көп соны мақтайтын бапкер, маман, осы Парумпа, Маркус Парумпа. Ол негізі мақтағаннан бұрын өзінің тренерлік бір стилі бойынша да бұл бапкер Катонаға қарсы қалай қимылдау керек екенін жер кезінде аңғара алатын адам. Әсіресе мына күресте бүйтіп байланып жатқан кезде ол жерде ойланатын уақыт көп қой. Ол жерде жарқ етіп бір соққы бітті, ойланып үлгермей алатын жағдай емес. Ол жерде торға тіреді ме, ол жерде уақыт бар, ойланып алады, сол кезде сөйт, бүйт деп бір-екі ауыз сөзбен нұсқама беріп, қиын позициялардан Парумпа алып шыға алады. Сол жағынан қарап отырмын да, өйткені Парумпаның
коронкасы тренер ретінде, бапкер ретінде бұл позициялық күрес, торға тіреу және грэплингтегі ММА-ге бейімделген күрес. Сол тұрғыдан қарап отырмын. Сондықтан бұл да жеңіске жетудің бір шамамен 10%-ын қосып береді дейікші, былайша айтқанда. Мен білетінім еще Сондай Паромпа ойдамын. андай ғой, жекпе-жек барысында геймпланды ауыстырып бере алады. Мына зат дұрыс бармай жатыр ма? План А жүрмеді ма? Болды, енді план Б-ға кетеміз. План В, план Г деп неше түрлісін ойлап беретіні бар. Мен оны жалғаспен Енді ол жекпе-жектерде жерде көрген едік. Иә, сөзсіз жалғас жеңілсе де, біраз рет соны көрінген. Морозовпен де сондай жағдай болды. Және де егер осындай қиын, жекпе-жек қиын жүріп бара жатқанда, менің ойымша Паромпа осындай шешуші фактор болуы мүмкін. тіл барьері болмаса, Иә, бас проблема сол болуы мүмкін ғой. Егер тіл барьері болмаса, жалпы Паромпа әсер ете алатын адамдардың бірі жекпе-жекке. Ал енді басты тақырыпқа көшсек, алдымызда UFC 315 турнирінде осы Билал Мұхаммад пен Джек Делла Мадалена кездеседі. Осы екі басты жекпе-жек бүкіл дивизионға ары қарай не болатынына барлығына жауап береді. Себебі Мадаленадан басқа претендент ретінде, үміткер ретінде біздің Шавкат бар, Ян Гери бар, мына жекпе-жектің қосалқы жауынгері болатын. Одан басқа Хоакин Бакли, Шон Брейди, Камару Усман және де жеңіл салмақтан көтеріліп жатқан Ислам Макачев бар. Жалпы осы ситуация жайлы айтып кетсек, Билал Мұхаммад, Джек Делла Мадалена арасында жекпе-жекте кім жеңіске жетуі мүмкін? Менің ойымша Билал мүлде қиналмайды, 100% жеңіске жету керек. Иә, Мадалена тек қана лаки панчпен алып кетпесе, себебі анау боксда анандай классикалық бокс емес та, ММА-ге келетін, және Топурияның боксына да ұқсамайды. Мысалы, Топурияның боксы төменнен комбинацияларды алып береді де, мынанікі бір ыңғайсыздау, қолдары корявый кете ма, күреске келгенде біраз қиналама. Себебі Мадалена бұған дейін Гилберт Бернспен шыққанда да қиналған болатын. Оның алдында Хафиз дей ма, сондай бір жігітпен, қателеспесем, дебютантпен қиналып кеткені бар. Оның алдында тағы бір қателеспесем дағыстандық жауынгермен шығып ручной треугольникке құлап қалғаны бар. Кейін Анакондаға шығып кеткені бар. Жалпы менің ойымша Билал финишер болмаса да төрешілердің шешімімен 50-45, тіпті 50-43 деген есеппен жеңіске жетуі мүмкін. Сен ойынша қалай? Негізі сөзінің жаны бар. Олай деуге толықтай негіз бар. Мысал ретінде енді бір соңғы жекпе-жектерін алып қарайтын болса, енді Билалдың стилі бұл негізінен күрес. Ол айтады, мен дивизиондағы ең сұмдық страйкермін дейді. Канело боксинг стиль. Негізі приколист жігіт бар ғой, өзі айтқан сөзін өзі де сенбейтін шығар. Самоирониясы бірақ бар. Иә, сондай бір ирониямен айтып отырған сияқты болып көрінеді да кейде. Мен ең күшті страйкермін, менің боксым деген ойбай 77-те мен асқан боксер жоқ деген сияқты. Деген әңгімелерді айтқан кезде таңғаласың. Қара, статистиканы алып қарадым. Гилберт Бернсқа қарсы жекпе-жекте 7 тейкдаун жіберген Мадалена. Бұл толық емес 3 раундтың ішінде. Енді кішкене партерде қадағалау жетпеді. Және кімге? Бразилиялық қарсыласына және функционалдық даярлық жетпеді. Мадалена әйтеуір шыдап шықты, әсіресе екінші раунд проблема болды. Сосын ары қарай үшінші раундта енді қалай дегенмен жас, енді бабының шарттаған шағына келіп қалған жігіт қой, сондықтан бұл жағынан бір шешуші рөл атқарған дүние. Бірақ тейкдаун көп жібереді. Бұған дейін де тейкдаун көп жіберетінін байқадық. Енді бұған дейінгі қарсыластарына қарағанда жасы күресетін Билал күрестен не істей алады сонда. Ой келеді, бұл 5 раунд бойы күресіп жүре алатын адам. 4-5 раундта тынысы тарылады, бірақ сондай бір күресе алмайтын деңгейде емес. Шаршағанның өзінде де біразға дейін бара алады. Сол жағынан ыңғайсыз. Сосын тағы бір кері фактор бұл 14 ай бойы төбелеспеген. Соңғы жекпе-жек өткен жылдың наурыз айында болды. 299 турнирінде мысалы. Бұл да проблема. Әу баста 3 раундтық жекпе-жекке лагері құрастырылды ғой бұл жігітте. Сондай факторлар бар. Сондықтан шынымен де
әсіресе бірінші екінші раундта проблема жасауы мүмкін, әсіресе бокспен, иә. Магдалена, бірақ күрес келген кезде проблема болатын сияқты, және бұл жағынан иә өте ыңғайлы қарсылас болып көрінеді. Әрине бұл жекпе-жек, әрине бұл өте ірі денелі жігіттер, сондықтан ауыр соққы жасауы мүмкін Магдалена, бірақ статистика, сандар барлығы Белал Мұхаммед бұл жекпе-жекке жеңіске жетеді деп отыр. Және бізде соны тілейік. Өйткені өмірімде бірінші рет Белалға бүкіл жан тәніммен жанкүйер болатын кез келді. енді қараш ММА қандай дүние, иә. Жарты жыл бұрын Белал ойбай жексұрын еще жарақат алып кетіп қалғаны бар ғой. Одан сайын оны жамандап. Белалдан асқан жау жоқ еді, бірақ бүгін Белалға жанкүйер болуымыз керекпіз. Міне ММА қандай, иә. Болжап айту қиын. Өйткені Магдалена отса онда кішкене жағдай қиындайын деп тұр. Бүкіл дивизион бұлай тоқтап қалады да мына жаққа. Жеңіл салмақтан бір секіріп ұшып келейін деп тұр да сразу Хабибтің мойнына мініп алып бүйтіп алып. Өйткені Махачев чемпион болса, онда енді елестетіп көр, қара, Махачев қазір бабының бір шынымен де шыңында, жақсы бабында. Енді бұрынғыдай 70-ке өліп талып салмақ қумау керек. Оның күші деген, енді функционалдық даярлығы деген 77-ге де жетіп тұр. Өзі білесің, Хабибтің командасы бұл салмақты өлтіріп тұрып болатын команда ғой. Не то что өлтіріп, мүмкін емес заттар жасайтын адамдар ғой бұлар. Шамамен 90 келінің маңайындағы адамдар болған, мал 70-те төбелесетінде. Сол қазір 77-те төбелесетін жігіттермен шамамен антропометриясы бірдей. Бой кішкене алса болуы мүмкін, бірақ бұл қатты проблема емес. Оған қоса стильді ескерді. Сондықтан егер ислам 77-ге келсе, онда енді бір нан жоқ деп айтпай қойын, қалай дегенмен, бірақ қазір титулдан аңсап жүрген жігіттердің біразы қағылады титулдан кәдімгідей. Бұл проблема болған деп, сондықтан Белалдың чемпион болып қалғаны бізге жақсы, бізге емес, бүкіл дивизионға жалпы жақсы сияқты секілді. Жалпы бүкіл дивизионға деуге де болады. Егер Шавкат келесі болып титулға шығып қалатын болса, онда шынымен де бізге Белалдың жеңісі қажет. Осы жерде сұрақ пайда болады да, айтпақшы, Шавкат шынымен де келесі бола ма титулдыққа? Менің ойымша ондай емес, себебі Белал мысалға жеңіске жетсе, бірден дайынмын деп айтпайды, ол созады, барын білетіндей, тағы біраз жүреміз, тоқтай тұрыңдармен, енді өзіме келейін дейді, мүмкін орта салмаққа барамын деп неше түрлі әңгіме айтуы мүмкін. Сондықтан менің ойымша Шавкатты қазір анау жекпе-жегінің кесірінен қабылдаған міндетті түрде өткізу керек деп, Ян Геремен төбелескеннен кейін тағы да бір рет жекпе-жек өткізуге мәжбүр болатын секілді. Бұл жерде көрінбе, сол жаңа айттық қой, ММА-де бір стратегия, жоспар деген барлығы бір соққымен кетеді ұшып. Мысалы, маған комментарийде кетеді, ойбай, Дана Уайттың өзі кепілдік берді дегеннен. Айтпақшы, маған да көбісі айтады, Дана Уайт сөз берді ғой, қалай не істейсің? Мен айтамын, Дана Уайт қалай сөзін былай берді, солай алып кетеді өзіне. Контрактқа қол қойып тұрған Хабибті лақтырып кеткен, Шавкатты одан сайын лақтыратын секілді деп айтамын да. Жоқ, ондай емес, ұқпайсың деген әңгіме. Мәселе ол лақтырғанда емес, біреудің бір арам ойында емес. Мәселе тек қана бизнеске келіп тіреледі. Айналайын, сен қазір дайын болмасаң, ренжіме, онда басқа жігіттер төбелеседі. Ол бизнестің заңы, ол ММА бизнес. ММА бизнестің промоушнның заңы. Егер сен қазір дайын болмасаң, онда басқасына береміз. Оған қоса міне қазір Шон Брэди кірді қатарға. Хоакин Бакли. Егер Усман ұтып кетсе, онда Усман железный титулға шығады. Бірден кетеді, бірден шығарады. Ардагер ретінде Чимаевқа қарсы төбелесіп берген ол несін қарызын қайтарады, короче, былайша айтқанда. Енгери қазір жақсы жағдайда. Сосын анау Майкл Моралестің жігітті ұтпаңыздар, Гилберт Бёрнспен төбелеседі. Ол 17-ден өр, қазір Гилберт Бёрнспен 18-ден өр. Ол да примерно 6-7 топқа кіреді ғой рейтингте. Ол да жақындап қалайын деп тұрса, сондықтан оның аргументі жақсы, ол да undefeated болады деген сияқты. Сондықтан дивизионда әр турнир сайын неше түрлі зат өзгереді. Мен түсінуімше қазір Белал ұтса, онда оған не маңызы? Ол чемпион.
ол Өзіне андай ыңғайлы позициядан қарсыласы сөйлей деуі алады. Мен сөйтем, бүйтем деген позициядан сөйлей алатын адам. Ол осы жылы төбелеспеймін болды деуі мүмкін. Келесі жылы бір ақпанда шығайын. Ақпанға дейін Шавкат отырады ма мысалы? Үлкен сұрақ. Шон Брэди отырады ма? Иэн Гери отырады ма ол уақытқа дейін? Сондықтан бұл жерде Иэн Гери Брэдимен төбелесіп кетуі мүмкін, не Шавкат Брэдимен төбелесіп кетуі мүмкін, сондай бірдеңе болуы мүмкін. Яғни егер тағы да бір жекпе-жек өткізуге тура келетін сияқты, жағдай соған алып келетін сияқты. Осы жерде сұрақ кіммен жекпе-жек өткізуі мүмкін деген сұрақ пайда болады да. Менің ойымша, менің өзім қалайтын жекпе-жек бұл Хоакин Бакли немесе де Иэн Геримен реванш өткізген. Себебі Шон Брэди қазір рейтингте бірінші тұр, ол бүйтіп қарайды да, не істеймін мен босқа? Отырамын, мен асықпаймын дейді, отырып алады. Ана жақта Хоакин Бакли бар, біздің Шавкатқа вызов тастап жүрген, шақырту тастайды, неше түрлі видеолар түсіреді. Мысалға егер осы Хоакин Бакли мен Камару Усман арасындағы жекпе-жек барлығын шешетін болады. Және ең қызығы осы жекпе-жек нелерде болмай тұрды, тамыз айларында, күзде еместі, маусымның 14-і қателеспесем, маусымның 14 өтетін турнирді басқарып отыр. Неге соншама ерте беріп тұр деген сұрақ пайда болады. Және де менің ойымша бұл либо жаңағы Камару Усманды титулға апару үшін, немесе де осы Хоакин Баклиді Шавкатқа немесе де Иэн Гериге беру секілді. Енді Хоакин Баклиге жалпы ветерандарды беріп жатыр ғой, өкіртіп қазір. Кімнен кейін, Ковингтонды берді қазір, Усманды берді деген сияқты. Өйткені енді шынымен де бір америкалық адам керек, аналардың арасына біреуді апарып қыстыру керек. Өйткені Белалдың өзін америкалық деп көрсетпейді ғой, ол өзін палестиналық деп есептейді. Бірақ байырып қарасаң, бұл америкалық жігіт. Америкалық адам қажет ол жерде. Мен сондай бір көзқарастан қарап отырмын да, матчмейкердің көзқарасынан да кішкене географияны кеңейту керек деген сияқты. Бұлардың арасына біреуді апарып тығу керек. Дивизиондағы өзгерістер сол жылдың соңына қарай болуы мүмкін. Шавкат кіммен төбелеседі деген бұл жерде тағы да сол жекпе-жектердің қорытындысына келеді. Және бұл жерде егер Бакли қазір Усманды ұтып кетсе, жалпы маңызды емес. Бұл жекпе-жектің жеңімпазы титулға жақындай түседі. Әсіресе Усман ұтса, сондықтан Брэдиге тағы да бір жекпе-жек өткізуге тура келеді. Шавкатқа да тағы бір жекпе-жек өткізуге тура келеді. Бұл жерде мүдделер қақтығысады, сондықтан ең бір логичный вариант ретінде Брэди көрінеді мен үшін. Енді бұл жерде тағы да көрінбе Шавкаттың жарақатына байланысты. Қашан келеді, айығады деген сияқты. Бірақ календар жағынан, уақыт жағынан алып қарайтын болсаң, ең дұрысы сол Брэди болып көрінеді. Егер Шавкат қазан айында қайтып ораламын десе, наурыз айының соңында төбелескен Брэди шамамен сол уақытқа дайын болайын деп тұр ғой, жарты жылдай уақыт болып қалады. Логика бойынша сол Брэди болып көрінеді. Өйткені Иэн Геримен қарымта жекпе-жек жасау қазір керек емес секілді. Неге? Себебі бірінші жекпе-жекте сұрақ болды, 5-ші раундта, бірақ Шавкат сенімді алып шықты. Ана жерде ешкімде сұрақ болған жоқ. Басқаша болуы мүмкін. Бұл жігіттер әлі тіпті трилогия жасауда мүмкін. Болашақта мүмкін. Өйткені жас әлі уақыт бар. 5 жылдай әлі, мысалы Шавкаттың 5 жылдай төбелесуі мүмкін. Бұлар дивизионда алдағы чемпион болмаса да, алдағы 4-5 жыл шынымен де дивизионды қолдастайтын, дивизион жасайтын адамдар. Сондықтан әзірше бұл история бар, бұны ұстап отырамыз. Сосын көрдің бе, сол үшін ғой Иэн Гери біз ақмақ деп ойлаймыз, бірақ ол ақмақ емес, басы қатты істейтін бала. Ол қазір өзінің риторикасын өзгертіп жеген. Ойбай, мен Шавкатты ұтып алғам деген. Не үшін айтады оны? Өйткені осы жыл емес, келесі жыл емес, одан кейінгі жылы болсын, мысалы 2027 жыл болсын, бірақ рематч болады араларын. Бұны түсініп отыр, біліп отыр да, сондықтан алдын ала сөйлеп қайта сол Шавкат деп жүре береді. Өйткені жұрт оны ұмытпау керек. Сондай жекпе-жек болған. Титул үшін төбелеседі ме, контендерскийде шығып қалады ма, ол жағын енді көре жатармыз, бірақ бұлардың менің ойымша әңгімесі әлі біткен жоқ. Жалпы менің ойымша қазір Шавкатқа тағы бір ыңғайлы варианттардың бірі осы Майкл Моралеспен жекпе-жек өткізген сияқты. Неге? Сен ешқандай рискке бармайсың. Сөзсіз былай топ жауынгерлердің бірі, бірақ менің ойымша Моралес әзірше элитаға жете алмайды. Сондықтан осыны жеңіп алса, ары қарай отырады да, мен тағы бір жеңілмеген undefeated ұттым.
болды, ары қарай уже рисковать етіп керек емес деп. Себебі неге бұндай ой келді? Себебі осы кеше бүгін мынандай ақпарат шыққан болатын, 61 келідегі Петр Ян, бұрынғы чемпион, қазір жекпе-жексіз қалып отыр ғой былай қарағанда. Омар шақырып отыр, Омар дайын емес. Сол үшін рейтингте 13-ші тұрған, үлкен жеңіс сериясына келатқан, қателеспесем, Мартин деген ба сондай бір жауынгермен шыққалы тұр. Сондықтан 4-0 қазір UFC-де, сондықтан дәл сондай қадаммен, дәл осындай жолмен біздің Шавкатта жүрген былай дұрыс сияқты. Енді Петр Ян негізі андай тәуекелшіл жігіт қой, ол қабылдай береді. Өткенде 11-ші орында тұрған омелемен төбелескен деген сияқты кезінде. Ол жағынан бар енді. Бірақ ары қарай енді бұл жерде Шавкаттың өзінің менеджментіне байланысты, өзіне де байланысты. Бірақ Моралес негізінен Бернс ұтып алса 18-0 болады. Өте жақсы жекпе-жек. Жай былай афишасына қарасаң, екеуі де undefeated, ұтылмаған жас дивизионның болашағы. Сосын Шавкат айтып, мен міне қатарынан екінші ұтылмаған жас проспект тұрдым. Шалдарды емес, Хаким Бакли сияқты. Мен жастарды қырып жатырмын мына жақта, айналайындар, қараңдар деген сияқты. Бірақ сол титулды жекпе-жектің жыры сол шамамен келесі жылға дейін созып кетейін деп тұр, өкінішке қарай. Сондықтан мәселе сонда келіп тіреледі ғой. Барлығы тағы бір жекпе-жектен өткізіп шығатын секілді. Жалпы ары қарай не болады деймін да, менің ойым. Себебі қазір ағылшындық реддиттерді оқысаң, барлығы айтады, Шавкат жылына бір-ақ рет төбелеседі, ол ешкімге қызық емес. Бәлкім чемпион болғасын, мансабын аяқтап тастаған дұрыс шығар деп. Бұл туралы оның әуесқой кезінен басынан бастап ұстап келе жатқан Баянжан Қалфағайда айтқан болатын, кейбір эксперттердің де бұл туралы айтуы бар. Жалпы бұл туралы не ойлайсың? Себебі қазір Шавкат прям травматик екені оның былай айтқанда мансабының басынан белгілі болды. Әсіресе UFC-ге кіріп жатырғанның кезінде де біраз рет жарақаттар болған ауыр. Сондықтан менің ойымша шынымен де Шавкат чемпион болып 1-2 защиттан кейін, ол болашаққа қарап отырмын. Әзірше алдымен оған жетіп алу керек. Бірақ сонда да былай айтқанда предсказание қылып бергеннің өзінде де менің ойымша Шавкат 1-2 защиттан кейін мансабын аяқтауы мүмкін. Ұзақ жүрмеуі мүмкін. Бұны түсініп отырмын. Көпшілік бір назар аудармайтын дүние менің ойымша. Менің байқағаным, Шавкаттың қарны аш емес бұрынғыдай. Бұл тоқ жүрген жігіт. Сол себепті де ол мысалы жарайды, жылына бір-ақ рет төбелесе салайын деп төбелесіп жүре береді. Оның позициясында болған мысалы бір бразилиялық, америкалық біреу болсын, ол төбелесер еді. 3-4 рет төбелеседі. Өйткені ММА-мен күн көретін адам. Олардың басым көпшілігі. Бұл спортта, бұндай спортта тоқ болып жүріп, белгілі бір үлкен дәреже көрсеткішке жету өте қиын. Ондай адамдар сирек. Негізінен бұл жекпе-жек деген бұл қарны аш адамдардың жұмысы. Қарны аш адамдардың спорты. Мен осы позициядан қараймын да, сондықтан қазір көп, мысалы, интеграциялар жасайды, реклама жасайды. Айтпақшы, соңғы 5 постының, мысалы, Шавкаттың 5 постының 4-еуі реклама. Еще үнсіз отыр да, Твиттерге шығып, бір нәрсе айтып қалса, бүйтсе, сөйтші деп, жаның ашиды. Өйткені бизнес, интеграция, осы Қазақстандағы тірліктердің барлығы бұл Шавкат үшін қазір UFC-ден жоғары тұрған былайша айтқанда. Өйткені бұны біз әлеуметтік желідегі белсендіктен көріп тұрмыз. Ол интеграция жасауға дайын, бірақ мысалы еңгериге жауап беруге болмайды. Твиттерге шығып бірдеңе деу дегенге жоқ мүлдем. Ал сондай танымалдылыққа, сондай деңгейге мысалы жете алмай жүрген Жәнібекті қарашы, күнде бірдеңе жазып отырады. Миллион бірінші рет Канелоға лақтырады. Альваресқа тиіседі деген сияқты. Сол позициядан қарағанда шынымен де батырды бәрекелді құртады деген сөз бар. Сол өзіміз бол Шавкат, батыр, красавчик деп түбі енді жалғыз Шавкат емес, біраз талантты жігіттерді құртты ғой қазақтар өздері. Сондай жағдайға душар болмаса екен деймін. Өйткені мен көріп жүргенім қазір бұл тоқ Шавкат және қатты ММА-де шаруасы жоқ Шавкат. Бұл өте қауіпті дүние. Бұндай көзқараспен жалпы бұндай позицияда үлкен бір ММА-де жетістікке жету қиын. Бәлкім чемпион бола алатын да шығар,
бір-екі рет қорғайтын да шығар, бірақ кезекті бір чемпион болып қалады да. Ол біз үшін қазақ спортында өз атын алтын әріппен жазған деп айтатын адам бұл. Әлемдік деңгейде бұл Леон Эдвардс болды, Белал болды, содан кейін Шавкат болды деп айтатын деңгейде қалады да. Ол Джордж Сен-Пьер болды деп айтпайды. Мысалы, второй пришествие Джордж Сен-Пьера деп ешкім айтпайды. Мысалы, кезінде Головкин келген кезде, мынауың екінші Марвин Хаглер деп Америкада айтатын өздері. Мынауың Марвин Хаглер, белый Марвин Хаглер деп айтады. Мысалы, ондай ұлы бір элитарный атлеттің деңгейіне жете алады, сондай сұрақтар туындайды. Енді оны болашақ көрсете жатады, бірақ қазір тоқ жүрген адам бұндай дәрежеге жетеді дегенге сену қиын, шыны керек. Скепсис бар. Иә, бұнымен толықтай келісемін. Неге? Себебі өткен жолы Диас Еренғалиевпен былай айтқанда кішігірім сұхбат жасаған болатынбыз. Ол соңында қателеспесем наурыз айында Америкаға оқу жаттығу жиындарын өткізіп келді. Сол кезде айтқаны бар: біздер қазақтар дейді, мен байқағаным, осы ММА-ге, спортқа бүкіл жан тәнімізбен кіреміз дейді. Ал американдықтар, олар үшін бұл просто кезекті жұмыс күні, бірақ одан бөлек ММА-ге басқа салалардан жолы болмаған жексұрындар, жолы болмаған адамдар келеді де, аш адамдар қолынан келгенше барлығын жасайды дейді. Сол кезде мен қатты ойланып қалдым шынымен де. Мынау осы дұрыс-ау деп. Себебі одан кейін Шон Стрикландтың подкасттарында айтқаны бар. Себебі ММА-де қазір ақша онша көп емес. Және де мысалы егер ММА-де ақша қазір көп болса, NFL, NBA, NHL дегідей бүкіл талант американдықтар осы жаққа келеді деп. Сондықтан менің ойымша шынымен де осыны шешуші фактор осы қарны аш адамдар, тоқ адамдарды жеңіп кетуі мүмкін. Енді былай алып қарайтын болсаң, қатты айтты деп ертең сөгер, бірақ ММА жалпы бұл маргиналдардың спорты. Ешқандай бір болашағы жоқ, білімге қол жеткізе алмаған, өзінің кесірінен емес, сыртқы бір факторлардың кесірінен білім ала алмаған, білім бір қол жетімсіз болған, жақсы бір мамандыққа қол жеткізе алмаған, бір маман, кәсіп, өнердің бір иегері ретінде бұл өмірде жолын таба алмаған адамдардың көбі осы жақта жолын тауып жатады. Мен бұны бір жаман деп айтып отырған жоқпын. Бұл әлеуметтік лифт. Әрбір екінші жігітпен сөйлессек, ММА-де жүрген. Біреу базарда ташки терген, біреу таксист болған, біреу грузчик болған. Қазірдің өзінде төбелес таксист, грузчик болып жүрген жігіттер қаншама. Бұл шынымен де әлеуметтік жағдайы қиын, ауыр, ортадан шыққан жігіттер. Енді Қазақстан үшін бұл, мысалы, Америкаға барып UFC-ге төбелесіп $20 000 табу, бұл үлкен ақша, үлкен дәреже. Америка үшін $20 000 деген не? Оның жартысын үшін салық анау-мынауға төлейсің, сол 30% алып қалады. Кейін менеджеріңе беретін бар, анаған беретін бар. Екі средний зарплата сол $10 000 қалады, мысалы. Деген сияқты. Бұл жағынан да алып қарайтын болсаң, шынымен де аш жалаңаш жүрген жігіттердің спорты. Жалпы рахмет Исатай келгенің үшін, өз ойларыңмен бөліскенің үшін. Осыдан кейін комментарийде біраз әңгімелер болатыны 100% сенімдімін. Болашақта тағы кездесіп осындай әңгімелер қозғап, осы әсіресе UFC 315 турнирінен кейін турниріндегі басты жекпе-жек және де Бекзат туралы әңгімені тағы да біраз рет талқылайтын деген ойдамыз. Рахмет. Міндетті түрде Исатайдың жеке арнасына да және де Pro MMA подкастқа да тіркеліп кетулеріңізді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сілтемесі төменде болады. Рахмет.